Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Падеж тақырыбын жалғастырайық. Бүгінгі сабақта творительный падежді өтеміз. Алдымен творительный падежді күнделікті өмірде қай кезде қолданамыз деген сұраққа жауап берейік. Бірінші. Бірге деген мағынада айтқымыз келсе, мысалы, я играю в шахматы с другом. Я играю с кем? С другом. Мен кіммен ойнап отырмын? Мен досыммен ойнап отырмын. Екіншісі, бұл мамандық туралы айтқанда. Мысалы, мой отец работает директором. Работает кем? Директором. Кім болып істейді? Директор болып істейді. Үшіншісі, хобби туралы айтқанда. Мысалы, мой брат интересуется спортом. Интересуется чем? Спортом. Немен қызығады? Спортпен қызығады. Төртіншісі, инструмент туралы айтқанда. Мысалы, я пишу ручкой. Я пишу чем? Ручкой. Мен немен жазып отырмын? Қаламмен. Бесіншісі, место. Қандайды бір жер туралы айтқанда. Мысалы, библиотека находится рядом с магазином. Находится где? Рядом с магазином. Қай жерде орналасқан? Кітапхананың жанында. Сонымен қатар, над, под, перед, с, рядом, за, между деген предлогтардан кейін біз творительный падежді қолданамыз. Яғни бұл творительный падеждің предлогы. Және осы конструкциядан кейін біз творительный падежді қолданамыз. Ол доволен және горжусь сөзінен кейін. Доволен кем, чем, горжусь кем, чем. Мысалы, я доволен концертом. Родители гордятся сыном. Келесі. Және осы етістіктерден кейін орыс тілінде біз творительный падежді қолданамыз. Мысалы, знакомиться, познакомиться, встречаться, встретиться, видеться, увидеться, советоваться, посоветоваться, ссориться, поссориться, мириться, помириться, созваниваться, созвониться, здороваться, поздороваться, переписываться, переписаться, общаться, пообщаться. Енді мысалдарға тоқталайық. Мы познакомились с женой на вечеринке. Бұл жерде бізде познакомилась деген етістіктен кейін біз творительный падежді қолданамыз. Келесі. Вчера я встречался с другом. Кеше мен досыммен кездестім. Бұл жерде встречался деген етістіктен кейін біз творительный падежді қолданамыз. Друг сөзі творительный падежде тұр. Келесі. Преподаватель поздоровался со студентами. Мұғалім студенттермен амандасты. Кіммен? Студенттермен амандасты. Поздоровался с кем? Со студентами. Бұл жерде поздоровался деген етістіктен кейін творительный падежді қолданамыз. Студентами деген сөз творительный падежде тұр. Ең басында қай кезде творительный падежді қолданатынымыз туралы айтқан болатынбыз. Енді осы әрбіреуіне мысал келтірейік. Я играю в шахматы с другом. Бұл жерде другом деген сөз творительный падежде тұр. Я играю с кем? С другом. Мен кіммен ойнап отырмын? Мен досыммен ойнап отырмын. Келесі. Она любит чай с молоком. Она любит чай с чем? С молоком. Бұл жерде шай сүтпен деген бірге деген мағынада. Молоком деген сөз творительный падежде тұр. Келесі. Екінші бұл бізде мамандық туралы айтқанда қолданамыз. Мысалы, мой отец работает директором. Работает кем? Директором. Кім болып істейді? Директор болып істейді. Бұл жерде директором деген сөз творительный падежде тұр. Келесі мысал. Я стану врачом после университета. Я стану кем? Врачом. Мен кім боламын? Дәрігер боламын. Бұл жерде врачом деген сөз творительный падежде тұр. Келесі мысал. Мой дедушка был учителем. Менің атам мұғалім болған. Кім болған? Мұғалім болған. Кем был? Учителем. Учителем деген сөз творительный падежде тұр. Келесі. Үшінші бұл хобби туралы айтқанда творительный падежді қолданамыз. Мой брат интересуется спортом. Менің ағам спортпен қызығады. Немен қызығады? Спортпен. Ал орыс тілінде интересуется чем? Спортом болады. Яғни спортом деген сөз творительный падежде тұр. Келесі мысал. Я занимаюсь баскетболом. Я занимаюсь чем? Баскетболом.
Мен немен айналысамын? Баскетболмен. Яғни баскетболом деген сөз творительный падежде тұр. Келесі мысал. Иван увлекается программированием. Иван увлекается чем? Программированием. Бұл жерде программированием деген сөз творительный падежде тұр. Сонымен қатар, төртіншісі бұл инструмент туралы айтқанда творительный падежді қолданамыз. Мысалы, я пишу ручкой. Я пишу чем? Ручкой. Мен немен жазамын? Қаламмен. Яғни бұл жерде ручкой деген сөз творительный падежде тұр. Келесі мысал. Он рисует карандашами. Ол қарындаштармен салып жатыр. Он рисует чем? Карандашами. Немен? Қарындаштармен. Яғни бұл сөз карандашами творительный падежде тұр. Тағы бір мысал. Спагетти надо есть вилкой. Надо есть чем? Вилкой. Немен жеу керек? Вилкамен. Бұл жерде вилкой сөзі творительный падежде. Сонымен қатар, место, қай жер туралы айтқан кезде, ненің жанында деген мағынада болса, онда творительный падежді қолданамыз. Мысалы, библиотека находится рядом с магазином. Рядом с чем? Где? Рядом с магазином. Магазином деген сөз творительный падежде тұр. Келесі мысал. Лампа висит над столом. Лампа висит над чем? Над столом. Лампа висит где? Над столом. Столом деген сөз творительный падежде. Сонымен қатар, творительный падеждің өзінің көмекші сөзі бар. Бұл горжусь сөзі. Горжусь кем? Горжусь чем? Кем? Жанды зат есімдерге, чем жансыз зат есімдерге қолданады. Енді окончанияға тоқталайық. Окончанияны қалай өзгертеміз? Егер зат есім мужской род болса, даусыз дыбыс аяқталса, онда омды жалғаймыз. Мысалы, доктор, докторым болады. Ал егер жіңішке белгісі аяқталса, онда емді жалғаймыз. Сонда преподаватель, преподавателем. Қысқа игі аяқталса, емді жалғаймыз. Мысалы, музей, музейім. Яғни, даусыз дыбысқа аяқталса, омды жалғаймыз. Қысқа и немесе жіңішке белгісі аяқталса, онда емді жалғаймыз. Келесі. Мужской родта сонымен қатар женский родқа ұқсайтын сөздер бар. Бұл папа, дядя, дедушка деген сөздер. Бұл сөздерге ой және ейді жалғаймыз. Мысалы, папа сөзіне ойды жалғаймыз, сонда папай, дядя сөзіне ейді жалғаймыз, сонда дядей. Келесі, егер зат есім женский род болса, онда ой және ейді жалғаймыз. Мысалы, мама, ойды жалғаймыз, сонда мамай, тетя сөзіне ейді жалғаймыз, тетей. Яғни, аға аяқталса ойды жалғаймыз, яға аяқталса ейді жалғаймыз. Сонымен қатар, женский родта жіңішке белгісіне аяқталатын сөздер бар. Ол тетрадь, морковь сөзі. Бұл сөздерге жіңішке белгісі және юды жалғаймыз. Мысалы, тетрадь, тетрадью, морковь, морковью болады. Енді средний родқа тоқталайық. Средний род бұл о және егі аяқталатын сөздер. Бұл сөздерге ом және емді жалғаймыз. Мысалы, окно, окном, кресло, креслом, море, морем. Яғни, оға аяқталса омды жалғаймыз, егі аяқталса емді жалғаймыз. Енді практикаға тоқталайық. Она пришла, сестра. Ол әпкесімен бірге келді. Сестра деген сөзді творительный падежге өзгертейік. Ең бірінші бұл сөз қай родқа жатады? Аға аяқталып тұрғандықтан бұл женский род. Ал творительный падежде бұл сөзге біз ой дегенді жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы она пришла с сестрой. Келесі, перед сон нужно обязательно почистить зубы. Ұйықтар алдында міндетті түрде тісті жуу керек. Осы жерде сон деген сөзді творительный падежге өзгертейік. Алдымен родын анықтайық. Сон бұл дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр. Яғни бұл мужской род.
Ал мужской родта дауыссыз дыбысқа аяқталса, омды жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы сном. Перед сном нужно обязательно почистить зубы. Келесі, мы любуемся море. Біз теңізбен тамсанып тұрмыз. Осы жерде море деген сөзді творительный падежге өзгерту керек. Море сөзі қай родқа жатады? Еге аяқталып тұрғандықтан бұл сөз средний родқа жатады. Ал средний родта еге емді жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы мы любуемся море. Келесі, мама пришла за сын. Анасы ұлына келді. Осы жерде сын деген сөзді творительный падежге қоюымыз керек. Алдымен бұл сөз қай родқа жатады? Соны анықтайық. Дауыссыз дыбысқа аяқталғандықтан бұл мужской родқа жатады. Ал мужской род дауыссыз дыбысқа аяқталса, омды жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы мама пришла за сыном. Келесі, мы наслаждаемся вкусной еда. Біз дәмді тамақпен, дәмді аспен ләззат аламыз. Осы жерде еда деген сөзді творительный падежге өзгертуіміз керек. Еда сөзі бұл қай родқа жатады? Бұл аға аяқталғандықтан бұл женский род. Ал женский род аға аяқталса, онда ойды жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы мы наслаждаемся вкусной едой. Келесі, под стол кот. Стөл астында мысық отыр. Осы жерде стол деген сөзді творительный падежге өзгертейік. Бұл сөз дауыссыз дыбысқа аяқталғандықтан бұл мужской родқа жатады. Мужской род дауыссыз дыбысқа омды жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы под столом кот. Үстел астында мысық. Келесі, он управляет автомобиль. Ол көлікті басқарады. Осы жерде автомобиль деген сөзді творительный падежге өзгертейік. Жіңішке белгісіне аяқталып тұр. Бұл мужской род немесе женский род болуы мүмкін. Автомобиль сөзі мужской родқа жатады. Ал мужской род жіңішке белгісіне емді жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы он управляет автомобилем болады. Келесі, она болеет грипп. Ол тұмаумен, гриппен ауырып жатыр. Осы жерде грипп деген сөзді творительный падежге өзгертейік. Дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр, сондықтан да бұл мужской родқа жатады. Ал мужской род дауыссыз дыбысқа омды жалғаймыз. Сонда дұрыс жауабы она болеет гриппом. Сонымен үш родқа тоқталып жайық. Женский род болса, аға аяқталса, ойды жалғаймыз, яға аяқталса, ейді жалғаймыз. Жіңішке белгісі болса, жіңішке белгісі юды жалғаймыз. Мужской род болса, дауыссыз дыбысқа аяқталса, омды жалғаймыз. Қысқа и немесе жіңішке белгісіне аяқталса, онда емді жалғаймыз. А болса, ойды жалғаймыз. Яға аяқталса, ейді жалғаймыз. Ал средний родта оға омды жалғаймыз, еге емді жалғаймыз. Сонымен бүгінгі сабақта творительный падежді күнделікті өмірде қай кезде қолданатынымызды қарастырдық. Мысалдарды талқыладық. Қандай көмекші сөзі бар екенін білдік. Қалай окончание өзгеретінін талқылап шықтық. Үш родта қалай өзгереді және практика жасадық. Келесі сабақта кездескенше.